Ауылдың ойнауын ұрлаватыр Dostlar, bizim kanalımıza жазылып unutmаңыздар. Біреу ма сондай? Біреу меген? Көп па? Мықты қыздар бар екен. Үрдік, мынандай шаян ба? Не деп айтады еді? Шаян ау. Сондай шықты, короче. Кітап па бұл? Ух ты, күшті кітап шықты ғой саған. Мықты балаша ойнап жүр. Сен кукурузынан шықты ма, Рихан? Мықты папамыз, Ибрахим екен. Мынандай шықты ғой кукуруздан. Достар, күшті үй алып тапшымыз. Ана өздерінің апасы істейді қолдан. Деген гипс құйып, талғып істеп қойыпты веселерін. Мынандай көрініс терезеден. Түркістандықтарға сәлем. Мынау оқушылар сарайы екен. Мына жақта достық үйі бар екен, достар. Ал енді мына жақта бала-шағаны көреміз қазір. Мәссаған бала-шағаны тоғы мына Мұхаммед, привет. Айында телефон көрмейтін еді, осыға кеп рахаттанып көрдім. Сіз YouTube жүргізесіз ба? Иә. Мен достарыма сәлем деп қойдым. Бұл не ма? Инстаграм ба? Қонақтар кеп жатыр. Апасы осы. Жиендеріміз апасы. Шашу шашатырыз апалар. Саламатсыздар ма? Шашу алыңдар балдар. Шашу шашып жатырған апалар. Шашу. Алсаңдаршына кәмпиттерді балдар. Шашудан алыңдар. Бәрі мен алатын болды ғой. Шашу алыңдар, шашу. Міне жерден аяқты тағы бар екен. Міне, бергендер. Ал, асыл атына бағышаған. Қойдай. Таласып алу керек па мұндайды? Сап қойындар мақыма қалталарына. Мұхаммед, қалталарына сап қойындар. Бәріне жүзді болсын. Әкеңіз киіміңізді алсайын ба? Кәмпит балдарды алып дала ойнауға Ибрахим, ана шарды жарып тастады ма не?
жақта тамақтар пісіп жатыр. Мына жақтан көрініс вообще күшті екен. Салқын, погода күшті болып тұр даже. Бесінші этаж. Қараңыздар, біздің бағанағы кукурузымыздың ішінен осындай ағылшын тілін үйренейік деген словар шықты. Оның ішінде мынандай нелер бар екен, жазып қойыпты аттарын. Не шықты тағы да? Тағы қандай шықты? Мынандай шар шықты, иә? Иә. Жаңғақ, волнатс па, нутс па сондай екен. Пистачио натс. Жаңғағы дейді. Мына жерде борды чалк дейді екен. Жұмыртқаны egg дейді екен. Айтшы, egg де. Egg. Сен білесің ағылшынша, иә? Мамаң үйрететін еді ғой арасында. Мына жерде тағы не бар? Күнделікті үйде қолданатын айтып жүрген сөздеріміз екен. Сабын, тіс пастасы, құстар бар екен, жануарлар бар екен. Андай даже планеталар бар екен. Күшті ғой мынау, иә? Осын жоғалтпай оқып жүр мақұл. Мынандай сыйлықтар әкеледі екен адамдар, қонақтар. Мынандай аттың күшті картинкасын әкелді. Күшті, иә? Тиіспе мақұл, тұра берсін. Өздері мынау неге қояды. Жабыстырып қояды дуалға. Мақұл, бер кел, тиіспе. Күшті екен. Ана жақта залда тағы да аттың суреті бар екен. Одан кейін бізде мынандай сыйлық болды. Диван. Апамыз ұйықтап жатыр өзінің диванында. Күшті екен. Терезеден қарай бергенде мына жақта балдар ойнап жүр есіктің алдында. Біздің жиендеріміз осы жерде тұрады, достар, сөйтіп сабаққа барады, осы жерден курстарына барады. Балашаға көп екен бұл райондарда. Күшті екен. Түркістан бұрын кейін біз ескі қалай шаң бұрқырап жатады. Қазір вообще қала болып кеткен ғой. Шарды айым қайтадан үрлеп жатыр. Вау, күшті болды ғой мынау. Мынандай не шығып қойды машина. Пойыз. Болды, айым сол сөйтіп үрледі екен. Кішкентай столдар бар екен, күшті. Ибрахим. Опа де Ибрахим. Достар, балашағаны ойнауға жіберді. Бәрі жүрмекті. Көктегі Мұхаммед. Алихан да түсіпті ғой, Алихан таппай ақ дедім. Үйшіктің ішіне кіріп ойнап жүр. Мына жақта айым белтөре бар. Камераны барынша жақындаттым. Көрсетеді екен. Мұхаммед бері жаққа шығып жатыр. Қазір шығып астарына барып тағы да көретін боламыз. Достар, мен шығам дегенше балашаға уже өздері келе жатыр.
aşağıda bir ko'p kıymetler. Terezeden qarab. Alixan kelib жатса narsangizni ishtaysizlar. Qo'ldan stavibdi. Keyin deyman. İbrahim tarafta. Ağa gelirni. Привет деп тұр бұлға. Давай, 40 такое. 40 существенно.